Ал Роза Әлқожа әуезді де әсерлі әндермен санаулы ғана уақыттың ішінде елінің сүйікті әншісіне айналып үлгерді. Өзін үлкен сахнаға алып шыққан «Мен сыйға тартқан орамал» әні әншіге танымалдылық қана емес, қымбат көлік те сыйлаған. Бұл көлікті менің «Мен сыйға тартқан орамал» деген әнімнің тыңдарманы, енді былайша айтқанда маған жаңағы туыс боп, бауыр боп сыйласып жүрген кісі сыйға тартты. Көріп тұрсыздар ғой, көрімдік қомақты, неткен жомарттық десеңізші. Тек жарыңыз қалайша қызғанбады екен? Берсе де сол әннің арқасы деп ойлаймын, өнердің арқасы. Егер мен жай әйел болсам, маған ешкім жіп сыйламайтын еді. Тиынын жип болмаса да, джип мінген әнші алған көрімдіктің басы осы болды. Бүгінде танымалдылығының арқасында қонаққа жиі шақырту алады. Барған жерімізде алдымызға бас қойып жатады, жасың кіші демейді, сен әйелсің демейді. Розаның өзі де қонақжай болып шықты. Әнші әріптестерін үйіне жиі қонаққа шақырады екен. Өйткені жалғыз өзі шай іше алмайтын жақсы әдеті бар көрінеді. Үйге қонақ ертіп келем, өзім көп ертіп келем. Сосын былай арнайы да шақырамын. Әсіресе қыс кезінде жаңағы соғым басы деген сияқты.